Ерназар ауылында Айсұлтан деген өте ақылды, зерек бала болыпты. Бірде ол ауласындағы краннан судың босқа ағып жатқанын көреді. Ойбу, мына судың ағып жатқанына көп болды-ау. Неге тоқтамайды? Айсұлтан суды қалай сақтау керектігін ұзақ ойланды. Кенет оның ойына керемет бір идея келді. Таптым. Егер біз әр тамшыны жинайтын болсақ, оны бақша суаруға пайдалануға болады ғой. Міне бұлай, мына жерін бекітсек, енді бір тамшыда жерге босқа кетпейді. Көп ұзамай Айсұлтандың еңбегі жемісін берді. Жиналған сумен ол бақшасын жайнатып жіберді. Қараңдаршы, мөлдір судың арқасында гүлдерім қалай құлпырып кетті. Су нағыз сиқыр екен ғой. Айсұлтан бұл жаңалығын ауыл адамдармен бөлісті. Ол судың әр тамшысының қадірін түсіндірді. Ауыл ақсақалы Айсұлтанға бата береді. Қолдарыңды жайыңдар, бата берейін. Айсұлтан балам, судың қадірін білгеніңе елдің қадірін білгенің. Жарайсың, өркенің өссін. Су тіршілік көзі, тамшы қадірін білейін. Осылайша, кішкентай Айсұлтанның арқасында бүкіл ауыл суды қастерлеуді үйренді.